Тақырып 3 приват банкинг бизнесін құруға банк басшылығының қатысуымен банк клиенттеріне жоғарғы сапалы және тиімді қызмет көрсету ерекшеліктері деген тақырыпты қарастырамыз. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бірінші, жеке менеджердің кәсіби кеңес беру моделіне тоқталамыз. Одан кейін екінші, банктың сапалы және тиімді қызмет көрсетуі. Приват банкинг құпиялық пен жоғарғы сапалы қызмет қағидаттары бойынша ең қолайлы және сенімді қызмет көрсету шарттарын қамтамасыз ете отырып, капиталды сақтау, тиімді пайдалану және ұлғайту үшін стандартты емес жеке шешімдерді әзірлеуді қарастырады. Бұл проблемаларды шешу үшін тәжірибе мен кәсіпқойлық маңызды. Өйткені сіз өзіңіздің қаржыңызды сенімді және табысты тарихымен ғана банктерге тапсыра аласыз. Қазақстанда ол Unicredit Еуропалық тобының мүшесі болып табылатын АТФ банкті мысалға алуға болады. АТФ банк және австралиялық Шоле банк жеке клиенттерге қызмет көрсету саласындағы қазақстандық клиенттердің мүмкіндіктерін кеңейтуге бірігіп жұмыс істеуде. Төменде жеке банктік қызметтің дәстүрлі бизнес моделі ұсынылған. Ол әрине жаңағы бизнес моделінде банк әртүрлі серпінділікпен нарықтың екі секторында қызмет көрсетеді. Біріншіден, бай клиенттермен жұмыс жүргізеді. Ол әрине ұзақ мерзімді қарым қатынасқа бағытталған бизнес. Және де жеке банктік қызметтерді ұсынатын банктерге қаржы өнімдерін сату динамикалық, жылдам өзгеретін бизнес болып табылады. Банк өз өнімдерін бәсекелес банктерге ұсынады, бірақ қызығушылық қайшылықтары туындайды. Сонымен қатар қаржылық өнімдер бөлімі клиенттер мен банкте әзірленген өнімдерді сатуға кеңесшілерді көндіреді. Бұл тәуелсіз кеңесшілер клиенттерінің мүдделеріне қайшы келеді. Клиенттер өздерінің кімге тиесілі болса да нарықтағы үздік өнімдерге инвестиция салғылары келетіні белгілі. Сонымен қатар шығындар мен тиімділікті шоғырландыратын операциялық платформаны басқару, ақылы мамандарды тартуды талап ететін қаржылық қызметтерді дамыту және консультациялық қызметтерді ұсыну. Сонымен қатар операциялық платформаны басқару шығындарды төмендету үшін масштабты қажет етеді және бұған бір банктың күшімен жету өте қиын. Келесі тағы да бір моделі, ол инновациялар үшін жылдам әрекет ету және нарыққа тез қол жеткізу қажет. Бұл бай клиенттермен ұзақ мерзімді қарым қатынастарға қайшы келуі мүмкін. Сонымен қатар осындай мәселелерді жаңағы банкте болатын мәселелерді жіктеу критерийлері қарастырылған екен. Бұнда жіктеу критерийлері мәселелер тобымен бірігіп қарастырған. Бірінші жіктеу критерийлеріне жаңағы не себептен пайда болу орнын қарастырады. Оны мәселе тобында әрине сыртқы және ішкі деп бөлген. Сонымен қатар жаңағы критерийге локальдық, ол жаңағы жалпы ұйым ба, бірнеше бөлімшелер ма, жоқ әлде бір бөлімшеде ғана ма. Одан кейінгі жіктеу критериясына маңыздылығы. Қаншалықты мәселелер тобына ол маңызды. Одан кейін жұмсалатын ресурстардың түрі. Оған мәселелер тобына технологиялық жаңағы мәселе ма, қаржылық па, ақпараттық па, не болмаса адами мәселеден туындап отырғанын қарастырады. Одан кейін бесінші, мерзімді пайда болу, тұрақты жаңағы мезгілге байланысты басқалардың шешіміне әсер ету деңгейі қарастырылған. Ол жаңағы мәселелер тобында өте күшті, орташа, әлсіз әсер етпейді. Басымдық. Қандай топта ол жаңағы мәселе басым болады. Одан кейін мәселені рәсімдеу дәрежесі көрсетілген. Жаңағы стандартты ма, өзгелері ма, жақсы құрылымдалған, нашар құрылымдалған, не болмаса мүлдем құрылымданбаған. Одан кейінгі жаңағы критерий мәселенің сипаты. Ол қандай жағдайда жаңағы мәселе туындады. Қолайсыз жағдайды түзету, қалыптасқан жағдайды жақсарту, не болмаса жаңа жағдай жасау. Сонымен қатар жаңағы мәселенің маңыздылығын бағалауға да көшіп көрсеткен. Ол жаңағы мәселе неліктен жаңағы туындайды және сонымен қатар оны қалай бағалауға болады. Яғни 5 өте күшті, 4 күшті, 3 орташа, 2 әлсіз және 1 бағалау мәселесі болса, яғни ол жаңағы әсер етпейді деп қарастырған. Одан кейін жаңағы осы критерийлерге байланысты кеңес беру модельдері.
көрсетілген. Кеңес беру модельдері бұл модельдер кезеңдеріне байланысты қарастырылған. Оның ішінде жаңағы сараптамалық нормативтік кеңес беру жобалары және әрине кеңес беру процесі. Ол қаншалықты және ынтымақтастық түрде жүзеге асады. Сонымен қатар модельдер кезеңі анықтамасы мәселелері, әзірлеу ұсынымдар, сонымен қатар ұйымдастыру, енгізу ұсынымдар. Енді кеңес беру модельдері сонымен қатар клиенттің әртүрлі кеңес беру модельдеріне орындайтын мүмкін функциялары. Яғни жаңағы ол қаншалықты қызмет түрлеріне байланысты. Мысалы қарап отырсақ, сараптамалық, жобалық, үдерістік. Дербес проблеманы айқындау. Оған қандай жаңағы үдерістік мәселе, проблеманы айқындау, кеңесшілермен бірге консультанттардың қызметімен бақылау, тиісті басқару шешімдерін қабылдау, сонымен қатар жаңағы ұстанымдарды енгізуді ұйымдастыру, деректерді жинау және оларды қажетті нысанда дайындау болып табылады. Ұсынымдар мен кеңес беру нәтижелерін бағалау, одан кейін ары қарай жаңағы банкте басқа да кеңес беру түрлері бар. Соның бірі жаңағы сараптамалық кеңес беру. Бұл сараптамалық кеңес беруде консультант клиенттің сұрақтарына, клиенттік ұйымның жағдайына талдау жасамай жауап береді. Әдетте сарапшы ретінде мамандандырылған кеңесші, заңгер, салық, жалақы жөніндегі маман әрекет етеді. Ол клиент тұжырымдаған тапсырманы шешу үшін іс-қимыл бағдарламасын ұсынады. Екінші сұраққа келетін болсақ, ол жаңа банктың сапалы және тиімді қызмет көрсетуі. Оған әрине Қазақстан Республикасында банк заңды тұлға болып табылады және ол өзінің банк жарғысы мен ішкі ережелерінің негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар жаңағы Қазақстан ұлттық банкі басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі номер 136 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің 2017 жылғы 24 тамыздағы қаулысымен жүзеге асады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында жаңағы 1995 жылы қабылданған банк және банктік қызметтер туралы заңымен қайтеді, жүзеге асады. Табысты банк бизнесіндегі өзінің 20 жылдан астам тәжірибесіне сүйене отырып, көптеген клиенттер үшін тиімді шешімдер ұсынатын ашық және белсенді қаржы институтын құруға бағытталған жаңа даму стратегиясын айқындайды. Банктер кәсіби қызметті жүзеге асыру, бизнес этиканың әділдік, сенімділік, жауапкершілік сияқты негізгі қағидаттарына негізделіп, сол арқылы осы қазіргі нарықта жұмыс жасап келеді. Енді сонымен қатар банктың философиясы және құндылықтары бар өзінің. Ол сенімділік, жан-жақтылық, жоғарғы технологиялар, жедел қызмет көрсету, қолжетімді және тиімділік деген осындай құндылықтар мен философиясына сүйенеді. Банктың стратегиялық мақсаттары болады. Ол осы нарықта жаңағы сапалы, жоспарларына сәйкес деңгейдегі банк қызметтерін ұсына отырып, банктың қаржы тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігі клиенттердің банк қызметтеріндегі әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеті. Міне, банктың басым мақсаттары осы болып табылады. Сонымен қатар банктың өздерінің алдына қойған бірнеше міндеттері жүзеге асыруды жоспарлайды. Енді үшінші дәрісті қорытындылау мақсатында біз қарастырдық. Бірінші, жеке банктік қызметтің дәстүрлі моделі келтірілді. Одан кейін екінші мәселелерді жүктеу критерийлеріне тоқталып өттік. Үшінші, мәселе маңыздылығын бағаланды. Одан кейін төртінші, кеңес беру модельдері көрсетілді. Сонымен қатар банктың сапалы және тиімді қызмет көрсетуіне тоқталып өттік. Сіздерге енді өзін-өзі бақылау сұрақтары берілген. Соған қарап, мысалы, сол бақылау сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймын. Одан кейін қолданылған әдебиеттер тізімі берілген. Сол қолданылған әдебиеттер тізімін пайдаланып, тағы да қосымша өздеріңіз оқып дайындалуларыңызға болады. Сонымен назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.